Туған жер, алтын бесік асыл анам, ауаңмен, ақ сүтіңмен асыраған. Мен дағы ұлың едім, өзің тектес, алысқа, несібесі шашыраған. Атқан таң, арайлы күн аман бысың, самғайды сахарадан саған құсым. Қымыздай тәтті тірлік, көрмек тірлік, сүйем мен, сен осындай далаң үшін. Боз дала, босша торғай, бозғылт жусан, көремін көңілімде көзім жұмсам. Сен маған дүйім қазына, дүние сарай, барым мен бақтым сол, өзің болсаң. Ай, сұлу! Ау, Ботақан, қайдасың? Еркетай, келе ғой, кел. Бар, анаң шақырады, бара ғой, бар. Ата, сіз өз уәдеңізді ұмытпадыңыз ба? Уәде деймісің? Ол қандай уәде? Қалай сонда, ата? Сіз жезтырнақ туралы аңыз айтуға уәде бердіңіз. Ботам сол. Әрине есімде. Міндетті түрде айтып берем. Тек сен алдымен анаңа көмектес. Сосын барып мен жезтырнақ туралы ертегімді оқып берем. Келістік пе? Жарайды, ата. Таудың етегінде алтын өлке елді мекендерінің бірінде ежелгі уақытта ауылдың ең шетінде даңқты қолөнершінің жанұясы өмір сүрген. Оның 3 баласы, 2 ұлы және Қаракөз есімді бір қызы болды. Ол барлық басқа балаларға ұқсамады. Оның көздері үлкен және қара қарағаттың жидектері сияқты болды. Қастары екі кемпір қосақ сияқты шайырдың түсіндей және сергек өткір көзді болған. Ол әрқашан таза киінген, ұқыпты, шашы таралған, үндемейтін және байсалды болатын.
Ол шашының бұрымын жүннен жасалған жіппен өріп, ұшына сыңғырлаған шолпы тақты. Бас киімінде ай сәулелі сияқты ақ жібектен жасалған үкісі болды. Біздің қара көз, ешкім жақсы көрмейді, оны кез келген жерде жабыстырады. Көріп келдік қасиеті бар қара көз, оқиғаларды болмай тұрып ақ болжай білген. Алайда оның ата-анасы да, ауыл тұрғындары да оған Құдайдың берген дарыны туралы білмеген. Ал қара көздің өзі жиі келетін көріп келдігінен шошып жүрді. Ол бұл туралы жақындарына айтқысы келмегенімен, оған жауап ретінде тек сынды тыңдап, айналасындағылардың мазағына шыдап жүрді. Мен басқалар сияқты емеспін. Мүмкін бәрі бірдей емес шығар. Менің ішімде екі жан тұрады. Бір-біріне мүлдем бөтен адамдар. Мен басқалар сияқты емеспін. Мен жақсы емеспін, жаман емеспін. Мен жай ғана басқа. Мен азап шегем. Және бұл үшін бәріме ұрады. Ұқсастық маған жан және қажет емес. Махаббаттың кемшілігі мені шаршатады. Мен сындым. Жаным жараланады. Мен өмірде бұрынғыдай жалғыз жүремін. Мен бәрі сияқты емес. Мен жай ғана басқамын. Менің ішімде екі жан тұрады. Бір-біріне мүлдем бейтаныс адамдар. Қарагөздің Арслан деген үлкен ағасы болған. Ол өте күшті және батыл жас жігіт еді. Ол әкесі сияқты жалынды аңшы болған. Орманда және тауларда ол өз үйінде жүргендей болды. Иә, бұл орманды әкесімен бірге бесіктен белі шықпай кезіп жүргеннен бастап жүр. Барлық жолдарды, барлық белгілерді жас аңшы алыс жақын айналасында білді. Әр аптаның соңында ол достармен бірге әкесі сияқты аң аулауға шығатын.
Содан бір күні аңшылық күні қарсаңында Қарагөз түсінде Арслан мен оның достарының өлімін көреді. Таңертең ерте оянып, ол ағасына түсін айтып, тауда келе жатқан қорқынышты дауыл туралы ескертуге асықты. Соның салдарынан олар өлуі мүмкін. Бірақ Арслан оған жауап ретінде күлімсірей ғана қарап, оны тыныштандыруға тырысып, бұл жай ғана түс. Қарагөз, сен оған онша мән бермеу керексің. Біз тауларда қар барасы сияқты күшті және ептіміз. Мұндай қиын жағдайларды бастан өткергенбіз. Сондықтан ешқандай дауыл біз үшін қорқынышты емес. Арсланның бір құрбысының әпкесі Қарагөзді жынды, ес алаң деп күле қойды. Қасындағылардың мазағына шыдай алмаған Қарагөз жылап қаша жөнелді.
Ал оның алдын ала болжауы оны алдамады. Келесі күні ауыл тұрғындары аңшылықтан оралмаған жастарды іздеді. Екінші күні таңертең Арслан мен оның достарының қайтыс болғаны туралы қайғылы хабар келді. Тауларда түсіндегідей қарагөз қорқынышты дауыл болды. Ол жолындағы барлық нәрсені бұзып, ағаштарды сындырып, тамырымен жұлып алды. Дауыл кезінде жас аңшылармен не болғаны және олардың қалай өлгені белгісіз болды. Осы оқиғадан кейін ауыл тұрғындары Қарагөзге қарсы жасақ құрып, оны жас жігіттердің өліміне кінәлі деп айыптап, оны бақсы деп атады. Ол қиындық тудырды. Ол бақсы. Барлық ауыл тұрғындары оның артынан айғайлап түкірді. Мұндай шабуылға төтеп бере алмаған Қарагөз туған үйінен қашып кетті. Қарагөздің жоғалуымен Алтай өлкесінде аумалы төкпелі заман келді. Түнгі аспанда толық ай пайда болған күндері ауыл тұрғындары мыстан мұрынды, ұзын мыстан тырнақтары бар жас ару бастаған қорқынышты жаратылыстардың шабуылынан зардап шекті. Барлық билік солардың қолында болды. Саусақтары бүркіттің тырнағындай адамдарға шабуыл жасап, үйдің кенже балаларын тырнақтарына салып ұшып кетті. Қыздар, біз неге отырмыз? Айдарды құтқаруымыз керек. Барлығы бұған әлдеқашан келіскен. Ешкім біздің кішінелерімізді іздеуге шықпайды. Түсінесіңдер ме? Біз бәрі сияқты Құдайға сеніп отырмауымыз керек. Бір күні керемет болады деп күтпеуіміз керек. Біз не істей аламыз? Айдарды қалай құтқара аламыз? Тоқтай тұрыңдаршы. Мұқият ойлану керек. Әрекет жоспарын құру және... Той, сен мұны бәрін ойластырып жатқанда, біз тек уақытты жоғалтамыз. Бұл ештеңені шешпейді. Тыңдар, жақындадар. Айдарды іздеуге бару керек. Біз мән-жайлар бойынша әрекет етеміз. Біз барлық қажетті заттарды жолға шығарамыз. Ал ата-аналарымыз ұйықтап жатқанда біз үйден қашып кетеміз. Мен солай тез заттарымды жинай алмаймын. Себебі менің зергерлік бұйымдарымды жинау керек.
білезіктер және... Ей, тоқтаңдаршы! Ей! Шаршадым. Күнсұлу, тағы біраз шыдашы. Енді біз орманнан өтіп, өзеннен өтіп, демаламыз ғой. Біз асығуымыз керек. Таңертең ата-анамыз оянып, біз қашып кеткенімізді түсінген соң, бүкіл ауыл іздеуге шығады. Біздің алысқа кетуге уақытымыз жоқ. Олар бізді тез табады.
Түсінесің бе? Вау, күш қуат берші. Бұл қай жер? Көмектесіңдер! Біз қайдамыз? Көмектесіңдерші! Біз де шұңқырға түстік пе? Айқайламаңдар! Сендер бүкіл айналаны айқайларыңмен оятқыларың келе ме? Ал сен бұдан не қалмақпысың? Я? Не? Енді біз бұл жерден шыға алмаймыз. Айнала қараңғы, көрмейсіңдер ме? Таңертең күн шыққан соң біз бұл шұңқырдан қалай шығуға болатынын көреміз. Жоқ! Мен бір нәрсе естігендей болдым. Осы жолы менің тұзағыма түсіп қалдың ба? Уа! Ай ұсталды, мә саған! Мен бірдеңені түсінбеймін. Ей, кім бар? Ей, кім бар? Сен кімсің? Мен аңшының ұлымын. Жаназар. Көмектесші бізге, өтінемін. Тоқтаңызшы. Көмектесіңізші, өтінем. Ей, сендер мұнда қалай құладыңдар? Сендер кімсіңдер? Мүмкін сен алдымен шұңқырдан шығуға көмектесесің. Содан кейін ақымақ сұрақтарыңды қоясың. Мақал! Егер сендер сондай ақылды болсаңдар, өздерің шыға беріңдер. Ал менде сендерден де басқа шаруаларым бар. Айша, сен не айтып тұрсың? Ол біздің бұл жерден шығудың жалғыз мүмкіндігіміз. Әдепті болшы, өтінемін. Күте тұрыңызшы, жас бала. Бізді бұл жерде қалдырмаңызшы. Бізді тек сендей ер жүрек адам ғана құтқара алады. Жарайды. Мен сендерге арқанды лақтырамын. Оны қаттырақ ұстаңдар. Мен сендерді бір-бірлеп шығарамын. Мақұл! Жақсы! Жарайды! Ал кеттік. Ова! О! Сен сондай күштісің, Жаназар. Болды, жетер. Кішіпейіл болсаншы, Күнсұлу. Мүмкін, енді кім екендеріңді және қайда келгендеріңді айтарсыңдар. Анау жерде біздің ауыл орналасқан. Мынау Айша мен Күнсұлу. Олар менің апаларым. Ал менің атым Данай. Білесің бе, біз үйде қашып кеттік. Сен жезтырнақ туралы бақсы естідің бе? Иә. Ауылымыздың басқа балалар сияқты да біздің інімізді ұрлап кетті. Біз інімізді табу үшін қашып кеттік. Иә, жезтырнақтың жауыздығын естідім. Сол үшін әкем ауылға да қайтқысы келмейді. Орманда аман боламыз дейді. Айтпақшы, қарындарын ашқан шығар. Иә, қарындарын
Жылып тамақ ішілерін керек. Менен бірге жүріңдер. Сендерді әкеммен таныстырамын. Ол қырға қалай жетуге болатынын, оның үңгірі қайда болатынын сендерге айтып береді. Әпкелерінің әңгімесін тыңдаған аңшы баласын солармен бірге жіберді. Жас жігіт әкесінен көп нәрсені үйренді. Ол тамаша садақшы, ер жүрек және епті аңшы болды. Олар тауға жиі бірге шығатындықтан Жаназар тау бөктерінен адам өте алмайтын жерден қорықпаған. Қыздар, егер біз осылай жай жүретін болсақ, үңгірге қыс түспейде жете алмаймыз. Сен дұрыс айтасың, Жаназар. Бірақ біздің болжыр Күнсұлумен тез жете алмайсың. Айша, сен оның үнсіз, жыламай жүргеніне рахмет айтсаңшы. Тфай. Мен бәрін естіп тұрмын. Қолымнан келгенше шыдап жүріп келе жатырмын ғой. Тезірек жүр десеңдер, мені қолыңызға немесе арқаңызға көтеріп жіберіңіз. Қазір алдымызда ас болса ғой шіркін. Ет, қазы қарта, жал жая, жет шелпек. Менің қатты қарным ашты. Айша, сен барлық етті жеп қойдың ғой. Оны бізге Жаназардың әкесі шелпекпен бірге жолға берді. Біз әлі жеткен жоқпыз. Ал сен болсаң, бәрін жеп қойдың ғой. Тек сүйектер ғана қалды. Тоқташ, Данай. Қараңыздар. Қандай әдемі. Үлкен киіз үй. Әрине, бұл жерде мейірімді және қонақжай адамдар тұрады. Мүмкін бұл жерде олар бізге тәтті тоқаш пен дәмді тағамды ұсынатын шығар. Егер солай болса, жақсы болатын еді. Ассаламуғалейкум. Мұна әдемі киіз үйдің иесі кім? Уалейкум ассалам. Саған не үшін керек? Есіміңіз кім дегенім ғой? Батыр Шона. О, қазірдің өзінде батырсың, және сондай жассың. Эй, Батыр Шона, ал сен немен атақтысың? Көрдіңіз бе? Мен нағыз батыр сияқты үлкенмін. Әкем менен анам мені солай атайды. Иә, ол нағыз батыр. Мүмкін бұл батыр өзінің
қонақжайлығымен де танымал шығар. Саяхатшылардың шөлін қандырып, тәтті тоқаш пен бауырсақ беретін шығар. Менің сендерге беретін ештеңем жоқ. Менің денемді көрмейсіңдер ме? Үлкен екенін. Ары қарай сапарларыңды жалғастыра беріңдер. Жоқ, Данай, ол батыр емес, сараң шона. Бұл жерден кетейікші. Оған қарауға да тіпті жеркінішті. Меніңше, бұл үйдің еркесі. Оның соншалықты аш көз болмау керектігін түсіндіру керек. Біз оған сабақ беруіміз керек. Менде бір ой бар. Ата, мұнда жақсы балалар оны алдап кете ме? Жоқ, әрине. Бұлар өте мейірімді және жақсы тәрбиелі балалар. Олар бұндай іске бармайды. Байдың баласы әкесі сияқты сараң. Сонымен қатар күлкілі әрі ақымақ болды. Ата-ананың тәрбиесі қиын, бірақ өте маңызды. Әр адамның қасиетті міндеттерінің бірі. Балалар бұл ата-аналарының айнасы. Олар әке-ананың сөздерін емес, әрекеттерін есте сақтайды. Жаназар мен қыздар байдың баласына ғибратты сабақ беруді ұйғарып, дұрыс шешім қабылдады. Данай, сен алтын маралдың, сүйегі бар қымбат қоржынды қалай жоғалттың? Біз өз жолымызды қалай жалғастырамыз? Өйткені бұл сүйек бізді тамақтандырды. Сендерді сүйек жол бойы қалай тамақтандырды? Қандай ақымақтық? Сен бізге күлесің бе? Ол алтын маралдың сиқырлы күші туралы ештеңе білмейді. Қыздар, таптыңдар ма? Жоқ. Мені әкем кешірмейді. Ол көптеген жылдар бойы осы алтын маралды атты. Бұл алтын маралдың сиқыры мәні неде? Сен білмейсің бе? Жоқ, Ол білмейді. ештеңе айтушы болма. Мен сендердің қоржындарыңды таптым. Бірақ сендер маған алтын марал неге керек екенін айтасыңдар. Айтпесе, мен сендерге қоржындарыңды бермеймін. Жоқ, Жаназар, бұл туралы ойлама. Мына аш көз саранға ештеңе айтушы болма. Сен не ойлап тұрсың? Оған дым айтпа. Ал жарайды, қалаларың білсін. Мен сендерге қоржындарыңды қайтарып, дәмді тағаммен, тәтті тоқаштармен бөліскім келген. Жарайды, мен саған бәрін айтамын. Бірақ маған анау кедей киіз үйдің балаларымен сенің дәмді тағаммен, тәтті тоқашпен бөлісетіне уәде бер. Әйтпесе... Түсіндім. Қаншалықты оғаш көрінгенімен, алтын маралдың сүйектері өте ерекше. Үнемі сиқырлы түрде өсіп тұрады. Бірақ ең бастысы өте маңызды дәстүрді ұстану керек. Ал тезірек айтшы, қандай? Ет жеп болғаннан кейін ең алдымен Алла тағаланың сізге берген жақсылығы үшін дұғаңды шүкіршілік ету керек. Содан кейін ұйықтар алдында сүйекті қайтадан қазанға салып, су құйып, қуанышымыз үшін қазанымыз
дәмді етке толсын деп айтуың міндетті. Сонымен? Таңертең ұйқыдан оянған кезде қазаның ең дәмді ыстық етке толы болады. Бұлай болуы мүмкін емес. Әй, сенбейсің бе? Өзің біл. Сен сұрадың, мен айттым. Жолында тұрмай бұлай тұр. Жоқ, күте тұршы. Маған осы сүйекті сыйлашы. Жоқ, бізді тек осы сүйек тамақтандырды. Ары қарай немен тамақтанамыз? Жаназа, қалағанды сұра. Тек маған осы сүйекті сыйлашы, өтінемін. Жарайды. Сен маған сол кедей-киіз үйдің балаларымен, дәмді тағаммен, тәтті тоқашпен бөлісуге уәде бер. Барып, осы уәдені орында. Ал біз сені осында күтеміз. Ал сен кетпейсің бе? Жоқ, біз бұл жерден қозғалмаймыз. Айша, сенмен бірге барсың ба? Жоқ, сен мені апарып кел. Көтер мені. Ол қандай ақымақ бала. Данай, бұл ойға қалай келдің? Ол ақымақ емес. Ол жай ғана сара. Енді бізде сүйектерден басқа ештеңе қалмады. Ой, тағы не ойлап табуға болады? Ол өз өмірінде тым болмағанда бір жақсылық жасасын. Қыздар, шона жай ғана батыр емес. Ол өте жақсы адам. Ол маған берген уәдесін орындады. Біз жақсы іс жасадық. Балалардың бақытты жүздерін көргендерінде ғой. Я, олар менің ата-анам айтқан сияқты емес. Өте көңілді. Ойындар ойнадық. Және мені өздерімен бірге шақырды. Қыздар, жаназа, жолдарың болсын. Мені достарым күтуде. Ей, шона батыр, күте тұр. Сен сүйекті ұмытып кеттің. Оның маған не керегі бар? Ол сендерге қажет етеді. Жолдарың болсын. Сау болыңдар. Шона батыр, сізге бар жақсылықты тілейміз. Достарыңыздың көп екенін біліңіз. Біз де сенің достарыңбыз. Біздің батыр кейіпкерлеріміз қайтадан жолға шықты. Алда оларды көптеген шытырман оқиғалар күтіп тұрды. Бірақ олар тағдырдың барлық сынақтарынан абыроймен өтті. Ал Алтайдың ең биік тауларына жеткенде балалар бұл таулардың ұлылығы мен қол жетімділігіне таң қалды. Олар бұндай шытырман оқиға мен қауіпті және бағынбайтын шыңдарды тек бірлік пен батылдық сынақтарынан өтуге дайын болған батыл адамдар үшін екенін түсінді. Біздің кейіпкерлеріміз осы қол жетпейтін шыңды қалай бағындырып, жезтырнақ үңгіріне қалай жетуге болатынын ойлады. Тағдыр оларға тағы да тосын сый жасады.
Сіздер менің маралдарымды аман алып қалдыңдар. Мен сіздерге өте ризамын, жақсы адамдар. Қайда бара жатырсыңдар? Мен сіздерге көмектесе аламын ба? Біз осы таудың басына шығуымыз керек. Біздің кішкентай інімізді қатыгез жастырна қырлап кетті. Біз оны құтқаруымыз керек. Достар, сіздер қиын жол таңдапсыздар. Жастырна қатыгез және айлакер. Оған қарсы тұра алатын күш жоқ. Біз білеміз. Бірақ біз бәріне дайынбыз. Бауырымызсыз үйімізде қуаныш пен бақыт жоқ. Сіздер өте батыл және мейірімді жансыздар. Біз сіздерге таудың басына шығуға көмектесеміз. Күн шыққан жерде, толқын қай жерде тұрады? Күміс жылтырақ қайда? Көк таулардың басында тауға секірген рухы алтын мүйізде. Тіпті кірудің өзі қорқынышты. Кірмесең де болады. Бізді осында күтші. Енді ұзақ күтеміз бе? Кеттік тезірек. Жоқ, мен мұнда жалғыз қала алмаймын. Олай болса алға, қыздар. Тезірек жүрейік. Менің ізімнен жүріңдер. Маған қонақтар келіп тұр. Не деген тосын сый. Мұндай сыйлық үшін кімге ризашылығымды айтарымды білмей тұрмын. Оның тырнақтарына қараңдаршы. Олар ұстарадай өткір және пышақ жүзі тәрізді.
тастарды сарымай сияқты кесе алады. Жеткен жеріміз осы. Ол бізді кішкентай бөліктерге бөліп, қалдықсы жеп қояды. Қалағаныңды істе, маған бәрібір. Біз осындай ұзақ және қиын жолдан өттік. Енді мені ешкім де, ештеңе де тоқтата алмайды. Эй, жастырнақ! Сен бізді қорқыта алмайсың! Сендер сондай ақымақсыңдар. Мен сендерге не істейтінімді білмейсің. Мен айналадағы барлық тіршілікті құртамын. Сендер маған бағынасыңдар. Және бауырларың сияқты менің құлым боласыңдар. Сендер мұнда су үшін келдіңдер емес пе? Мүмкін оларды көргілерің келе ме? Жарайды. Енді ше. Сендер оған лайық болмасаңдар да, мен сендерге көрсетейін. Айдар! Қараңдаршы! Бұл біздің Айдар ғой! Айдар! Айдар! Бауырым менің! Бұл мен, сенің әпкен, Данай! Маған қарашы! Қажым, Баян, Кәрім! Ояныңдаршы! Ол сендерге не жасап қойған? Сендер мұнда бекер келдіңдер. Дәл осындай тағдыр сендерді де күтіп тұр. Адам, қалайша осындай әдемі де асыл келбетке ие болып, іште қатыгез, ұсқынсыз жаратылас бола алады? Мен саған ұнаймын ба? Жоқ! Өте өкінішті. Ал сен маған ұнайсың. Бірақ мен сені алдымен сиқырлауым керек. Саған сонша зұлымдық қайдан келді? Біз саған не жамандық жасадық? Маған не жамандық жасадыңдар дейсіңдер ме? Мен сендердің сұрақтарыңа жауап берейін. Сендер мені осындай жасағансыңдар. Сендер мендегі барлық адамгершілікті жойдыңдар. Сендер мені ең қымбат нәрседен, менің отбасымнан айырдыңдар. Мен сендерден кек аламын, отбасыларыңды жоямын. Отбасының ең кішкентай, ең сүйкімді балаларын алып қашамын. Менің бас
басынан өткен азапты сендер де сезінесіңдер. Өйткені мен ешкімге жамандық тілеген жоқпын. Тек барлығына көмектескім келді. Жас бала таянбайды балам, түлкіден аянбайды өгей ән салшы бір бала. Сендер естіп тұрсыңдар ма? Бұл қара көздің әні. Естеріңде ме? Ол осы әнді үнемі айтатын. Я, бұл қара көз. Бірақ ол жоғалып кетті ғой. Я. Содан кейін мен қашып кеттім. Жылап жүгіргенде жерге қатты құладым. Құлап, басында тұра алмадым. Сосын кенет бір күш мені қолдап, көтеріп бара жатқанын сезіндім. Ал таудың басына көтеріліп, өзеннің үстінен ұшып бара жатып, судың шағылысынан артымдағы қанатты көрдім. Мен мүлде басқа жан болдым. Мен ұзақ уақыт жалғыздықтан зардап шектім. Содан кейін мен өзіме сұрақ қойдым. Неге мен жалғыз азап шегуім керек? Мен сендерді жек көремін. Мен енді жалғыз өмір сүрмеймін. Өзімді тек маған бағынатын адамдармен қоршаймын. Ашу мен жек көру сезімдері маған сиқырлы күш береді. Ал ай толған кезде ол күшейеді. Бүгін ай толатын түн ғой. Иә, дұрыс айтасың, Данай. Ал мен тағы бір олжа табуға кеттім. Ал қайтып келгенде, уәде еткендей, айтқанымды жасаймын. Мені сағынбаңдар. Мен тез ораламын. Қандай қорқынышты. Мен әлі де өзіме келе алмай тұрмын. Себебі ол дұрыс айтады. Біз оны сондай халге жеткізген. Иә, Күнсұлу. Ашу қатыгездікті тудырады. Адамдар өздерін өзі жазалады. Енді ештеңені өзгерту мүмкін емес. Мен олай айтпас едім. Әй, бұл кім? Бұл мен, Саян, үңгірдің рухы. Сонымен бізге көрінесің бе? Әлде сен көрінбейсің бе? Неге? Көрініп тұрмын ғой. Дұрыстап қарамайсыңдар ма? Бұл үңгірдің рухы
маған қосаяқты еске түсіреді. Иә, бұл үңгірдің рухы Саян қосаяқ деген мен. Ол кішкентай, бірақ өте маңызды қосаяқ. Жо, мені қорламауыңызды сұраймын. Мен ренжіп қалуым мүмкін. Саян, өтінемін, ренжімеңізші. Ол зұлымдықтан жасаған жоқ қой. Менің естуім бойынша, сіз жезтырнақты қалай тоқтатуға және оны қалай тыныштандыруға білесіз? Әрине білемін. Сіз бұл құпиямен бізбен білісе аласыз ба? Білмеймін. Бұны сендерге айтудың мәні бар ма, жоқ па? Саян, өтінемін, бізге көмектесіңізші. Біздің басымызға қиындықтар келді. Тек сіз ғана бәрін тоқтатып, адамдардың өміріне жақсылық пен тыныштық қайтара аласыз. Жарайды, мен бәрін түсіндім, және сізге бәрін айтамын. Мұқият тыңдаңыздар. Бір күні түнде жезтырнақтың ұшып жүргенін естідім. Ол бүкіл үңгірді айналып өтіп, неге мен қатты ренжідім? Мен олардың саңырау болып, үнсіз болғанын қалаймын. Олар мәңгілікке үнсіз болсын, деді. Содан кейін ол түннің рухын шақырды. Ол оған жалынып, енді адамдарға ән айтуына жол берме, деп айқайлады. Мен олардың дауыстарын естігім келмейді, маған тым ауыр, деді. Оған түн рухы, жезтырнақ, мен саған көмектесе алмаймын. Мен жұлдыздар мен айдың аспанда болуына көмектесемін. Мен сізге толық айда күш беремін. Күндіз менің күшім жоқ. Тіпті өз еркіммен еш нәрсе жасай алмаймын. Сонда оны тоқтатуға бола ма? Иә, оның мұстан жүрегін тек туған жердің әні ғана ерте алады. Ол қайтадан өзгере алады. Тек мен сендерге ештеңе айтқан жоқпын. Сендер менсіз жалықпадыңдар ма? Ұзақ күттірген жоқпын ба? Ендеше ойланбай ісімізді аяқтайық. Күте тұрыңыз. Сізді есіме түсірдім. Сіз қара көзсіз. Мені тыңдаңызшы, өтінемін. Көп нәрсені білмейсіз. Сізді ата-ана күтіп отыр. Әкенің өміріне үздіксіз ізденіске айналды. Ол сізді күн сайын іздеп, әкенің үйіне сүйікті қызы қара көз тауып, қайтарамын деген үмітпен шығады. Жап аузыңды! Қара көз енді жоқ! Жезтырнақ бар! Я, түсініңіз! Содан кейін олар ұлынан айырылды. Ал үйге келген қайғы олардың санасын бұлдыратты. Жоқ! Мен енді сені тыңдағым келмейді! Жап аузыңды! Қара көз, бізді кешіріңіз, қара көз. Кішініңізді есіңізге алыңызшы. Сіз оған айтқан бесік жырыңызды сағынды. Ол сізді күтіп отыр. Доғар! Енді қара көз жоқ! Тоқтатыңдар! Талдан таяқ жас бала
Жаным, сенің бұрынғы қалпына болғанында қуанамыз. Қаракөз, жаным, сенің бұрынғы қалпына болғанына қуанамыз. Достар, енді бәріміз туған ауылымызға оралайық. Әрине, сендер барыңдар. Бірақ мен бара алмаймын. Неге? Мен жұрт көзіне қалай қараймын? Мен бәріне көп қайғы келдім. Енді осы ісімнен кейін ауылға оралуға дәтім жетпейді. Қаракөз, саған не болғаны осы үңгірдің қабырғасында жұмбақ болып қалады. Біз ешкімге ештеңені айтпаймыз. Өзіңді кінәлама. Сенің басынан өткеннің бәріне біз кінәліміз. Достар, сендерге рахмет, қымбаттыларым. Мен отбасымды қатты сағындым.
Сүйінші! Біздің ауылға мереке келді. Сүйінші ағайын, сүйінші! Біздің бауырларымыз қайтып келді. Ауыл тұрғындары осындай қуанышпен біздің батырларымызды қарсы алды. Балаларыңызды тірі және аман есен көру қандай бақыт. Бүкіл ауыл тұрғындарының қуанғанын көргенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің қыздарымды көрмей тұрмын. Балалар, айтыңдаршы, менің қыздарымды жолда кездестірмедіңдер ме? Егер сіздің қыздарыңыз болмаса, біз енді бір-бірімізді ешқашан көрмес едік. Иә, олардың мейірімділігі мен батылдықтарының арқасында біз қайтадан біргеміз. Апа, қараңызшы, олар келе жатыр. Қызым, біз сенің алдыңда кінәліміз. Мүмкін болса кешір. Бірақ біз мұны зұлымдықтан емес, ақымақтықпен, немқұрайлықтан жасадық.
біз соқыр және саңырау болдық. Өйткені сен Алла тағаланың бізге сыйлаған дарынды қызысың. Балалар, Қарагөз, Күнсұлу, Жаназар, Данай және Айша бізге жақсы сабақ бердіңдер. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Қандай керемет, мейірімді ертегі. Иә, және өте тәрбиелі. Өмірдегі ең үлкен бақыт бұл сіздің отбасыңыз. Сізді жақсы көретіне сенімді болу. Біз кім болсақ та, қандай адам болсақ та, жақсы көру керекпіз. Рухани ынтымағы жарасқан, барлық қиындықты бірге жеңуге дайын отбасы адамға нағыз қорған, тірек. Бұл адамдарда бар ең қымбат маңызды нәрсе. Қазақ үшін отбасы өмірдің негізі. Отбасылық қатынастар, балаларды тәрбиелеу, мұның бәрі қазақ халқының ерекше салт дәстүрлеріндегі көрініс. Ересектер, ұмытпаңыздар, отбасы балалардан басталады. Біздің туған жеріміз Қазақстаннан асқан әдемі ел жоқ. Біздің ұлы еліміз әрқашан өмір сүріп, өркендей берсін. Жеті суым, жерім, жерұйығым, менің туған далам. Алатауым, тағым, қаратауым, бағын гүл жайнаған. Балқашымның көлі, таразымның төрі, ел байлығым. Оңтүстіктен өлкем, сұлулығым, көркем тіл байлаған. Тауларыңнан сенің, бауларыңнан сенің, таңдарыңнан сенің айналайын. Кендеріңнен сенің, көлдеріңнен сенің, кең жеріңнен сенің айналайын. Алтын алтай келім, тарбағатай белім асып өткен. Қарқаралым дәру, Баянауыл ару ғашық еткен. Көкшетауым орман, қызыл жарым, қорған қазағыма. Бақыт деген осы Сарыарқаны бізге нәсіп еткен. Тауларыңнан сенің, бауларыңнан сенің, таңдарыңнан сенің айналайын. Кендеріңнен сенің, көлдеріңнен сенің, кең жеріңнен сенің айналайын. Арал менен сырдан, жайықтағы жырдан нәр аламын. Ақтөбе мен Ырғыз, Атырау мен Орал, Дарабағын. Бір көрген жан мәңгі ұмыта алмас таңды алаулаған. Маңғыстаудың майлы, Каспийімнің жайлы жағалауын. Тауларыңнан сенің,
очень счастлива, что на территории счастья происходит очень много прекрасных, волшебных, иногда фантастических событий. И вот очень скоро у нас будет поставлена музыкальная сказка волшебная. К сожалению, очень редко сейчас на телевидении нам предлагают детские какие-то произведения, фильмы, сказки, тем более на родном казахском языке. И мы решили в рамках нашего проекта «Замандас» с нашими творческими кружками, это театральный кружок, то есть дети, которые посещают эти кружки, имеют возможность сегодня выступить на сцене, проявить все свои таланты, показать, на что они способны. Поэтому мы ожидаем, что это будет большое зрелищное событие. Құрметті қонақтар, сіздердің қошеметтеріңізбен сахнаға Замандас отбасылық аула клубының негізін қалаушы директор Алшынова Ләззат Елубайқызын шақырамыз. Және қоғамдық қордың Самұрық қазына трасс әлеуметтік жобаларды дамыту қорының бас директоры Адиева Альфия Дәулетқалиқызын сахна төріне шақырамыз. Құрметті балалар, қонақтарымыз, ата-аналар. Енді балалар жаңа сахнада өздері бәрін айтты. Біздің Замандас отбасылық аула клубтың өнерін, балалардың өнерін жаңа көрдіңіздер. Мен көп сөз айтайын деген, бірақ айта алмай тұрмын. Мен тек қана ризамын осы өмірде, сондай Алла тағала сондай мүмкіндік беріп, өмір бойы осы балалармен жұмыс істеп келе жатырмын. Осы балалар үшін, бүгінгі күндер үшін мен сондай бақыттымын, өзімді солай сезініп тұрмын. Өзіміздің ұжымымыз, Замандастың ұжымы ең керемет, ең менің сүйікті әріптестерім, балаларымыз. Мында бір рахметімді айтам. Осы бүгінгі балаларды сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетуіне көп кісілер көмектесті. Ең бірінші осы 9 жыл бойы бізбен партнер болып келе жатқан Самұрық қазына траст қоры. Осы біздің проектімізді Замандас отбасылық клубтарын қолдап, осы қолдауымен көп жылдары осылай дамытып проектімізді жатырмыз. Өнерлерімізді, балалардың өнерлерін жаңа көрдіңіздер. Мен сондай ризамын. Енді не айтайын тағы, қазір енді біздің демеушілеріміз Альфия ханым қазір өз сөзін айтсын. Мен сізге сөз беремін. Армысыздар, құрметті көрермен, қайырлы кеш, құрметті қауым. Бүгін міне Самұрық қазына қорының бірнеше жылдан бері қолдап келген Ләззат Елубайқызының бүгінгі еңбегінің жұлдызы, ол жанды деп білемін. Бүгін құрметті балалар,
баршаңызды бүгінгі жұлдызды сәтімен сәттеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл жобада үлкен қажырлы еңбек бар. Ең бірінші бұл осы клубтың іргесін қалаған Ләззат Елубайқызының, ол кісінің еңбегін қолдаған бір қатар мамандардың, кейіннен осы клубқа өз балаларын аманат еткен, сеніп тапсырған ата-аналармен мынау өсіп келе жатырған ұрпақтың үлкен еңбегі бар. Бала біздің болашағымыз. Самұрық-қазына қоры әрдайым осындай балалардың болашақта дамуына үлкен өзінің еңбегін сіңіріп келеді. Өткен жылы біз Қазақстан бойынша 55 мың бала, оның ішінде ерекше балаларға үлкен қамқорлық көрсеткен болатынбыз. Енді замандас бұл біздің бірнеше жылдан бергі серіктесіміз, әлде де сіздің үлкен жетістіктеріңізді біз жоғарыдан көреміз деген сенімдеміз. Баршаңызға көп рахмет, тек қана жана беріңіздер. Енді биыл Самұрық-қазына қорының 15 жылдығы басында, осы спектакльдің басында айтып өтті. 15 жылдыққа сыйлық ретінде осындай үлкен ертегі орындалды, дайындалды деп. Самұрық-қазына Трас қорының атынан мынау балаларға азғантай сыйлығымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Самұрық-қазына Трас қорының атынан біздің жас актерлерімізге еңбек пен талаптарыңыз үшін кішігірім сыйлық табыстауға рұқсат етіңіз. Подождем, пока раздадут подарки. Я очень сильно волновалась, и я бы хотела сейчас пригласить на эту сцену свой любимый коллектив наших педагогов, чье творчество сегодня вы видели через наших детей. И я хочу сейчас пригласить в первую очередь режиссера, постановщика, сценариста нашего замечательного спектакля Ләззат Сулейменову. Пригласите, пожалуйста, Ләззат! И всех остальных наших педагогов, которые сегодня ставили этот прекрасный спектакль. Барлықтарыңызды осы сахнаға шақырамын. Пожалуйста, выйдите все. Я хочу, чтобы вы поприветствовали их. Это для вас аплодисменты. Я передаю слово. Достарың көрші қадамдас,
отбасы клубына бұл замандас қосылды қарамбас. Байқалар мұнда балдырған, жарыстың алауытын жандырған. Отырамыз күнде ән қуан, кел досым қосыл сен жарысқа, ерекшелеп таныса. Кел бізге қатарым қалыспа, жетейік бірге біз табысқа. Қалыспа кел қарышқа, жеңістің кілті намыста. Здесь каждый может путь найти и по нему с достоинством пройти. Без